Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай қызылшадан өте дәмді болып шығатын рулет жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны ағы мен сарысынан бөлек ажыратып аламыз. Сарысын сразу қызылшаның үстіне саламыз. Ыдысымыз, ақуызды шайқайтын ыдысымыз таза әрі құрғақ болу керек. Миксердің венчигі де құрғақ әрі таза болу керек. Осылай ақпайтындай етіп, қантты қосып жақсылап шайқаймыз. Одан кейін қызылшамызға 3 жұмыртқаның сарысын және тұз, 1 шай қасық сұйық майды қосып, ұнымызды саламыз. Мен крахмал қостым, жүгері крахмалын, және оны онымен алмастырсаңыздар болады. Біздің шайқаған ақуызымызды 3 бөлікке бөліп, массаны басып алмай, астынан үстіне қарай жақсылап осылай араластырамыз. Одан кейін противенге пергаментный қағаз төсеп, осылай массамызды, қамырымызды салып, жақсылап жайып, 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Осылай укропты майдалап, турап алып, жуып тураймыз. Одан кейін творожный сырдың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Астына сразу пищевой пленка төсеп алыңыздар. Мен төсемегем. Сәл-сәл жабысты, ол іштен кетпейді, одан қорықпаңыздар. Одан кейін осындай балығымызды қойып аламыз. Менде осындай майлы балық болды. Сіз майласын қолданбасаңыздар да болады. Осылай жақсылап нығыз етіп орап аламыз. Менің бір нем астына пищевой төсемегенім болды. Енді пищевой төсеп алып, осылай жақсылап орап, пищевой пленкамен орап, холодильникте 1 сағаттай ұстаймыз. Біздің оп-оңай рулетіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Менің каналымда түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, түсінбеген жеріңізді комментарий қалдырып кетсеңіз болады. Рахмет баршаңызға.